Тілші мамандығы бұл қызығы мен шыжығы мол мамандықтардың бірі. Екінің бірі тілші бола алмайды. Тілшілер теледидардың ар жағында отырған адамдардың қасында отырып әңгімелескендей сезім қалдырулары керек. Тілші мамандығы ең керемет мамандық. Тілші нақты ақпаратты айтып, шындықты қозғап, көрермендердің көзайымына айналады. Журналист қоғамдық ақпараттық саланың қызметкері болып есептелінеді. Ол жаңалықты халыққа таратушы болып табылады. Журналист газет, журнал немесе радио мен теледидар арнасында жұмысын атқарып, шығармашылықпен айналысады. Ол редакция жұмысында бірінші ұйымдастырушылық, екінші әдеби өңдеу, үшінші шығармашылықпен айналысады. Журналист ол қоғамның үні, қоғамның көзі. Журналист қоғамдағы жақсылық атауını жаңғыртып, жамандық атауының жер-жебіріне жететін қаламгер, қайраткер. Қай жерде, кіммен сөйлесе де, оның тілі әдеп, мәдениеттің тілі. Медицина десе алдарыңызға не елестейді? Шприц, ақ халат, аурухана, медициналық эмблема, науқастар. Ал бұл тек сырт көзбен қарағанда байқалатын, ал оны жетік оқып меңгерген адамға медицина сөзі ең асыл, қымбат, шексіз мағыналы сөздер едім. Менің қазіргі алға қойған мақсатым дәрігер болу. Ол үшін адамда өзінің бойындағы осы дәрігерлік мамандыққа деген сүйіспеншілігі мен өзіне деген сенім болу қажет. Бұл дәрігерлік мамандыққа жету екенің бірінің қолынан келмейтін іс. Сондықтан мен дәрігер болу арманыма жеткім келеді. Дәрігер болу үлкен мәртебе деп білемін. Мамандық таңдау үшін адам ең алдымен өзін, өз бейімділігін тануы қажет. Меніңше дәрігер болу менің қолымнан келеді. Ең бастысы адам еңбекке қабілетті, зейінді болу қажет. Және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қосатындай болу шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдан адам ғана жетістікке жетеді. Адам еңбегінен қуанышын таба білсе, бойына жаңа күш қосып, еңбекке деген шабыты арта түссе, зор ықылас, шабытпен істелінген іс биігіне жеткізеді. Медицина қашанда өзекті тақырып. Бірі дәрігер болуды бала кезден армандайды. Бірі есейе келе қызығушылық танытса, енді бірі сұраныстан қалмайтын сала болғандықтан осы бағытта тер төгеді. Медицинада қандай да бір өзгеріс болып жатса, ол міндетті түрде адамға әсер етеді. Өйткені дәрігер мен медицина саласының маманы адам тағдырын, өмірін өзгерте алатын мамандық иесі. Сол себепті менің дәрігер болғым келеді.